Маңғыстау облысы білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің 10-шы жалпы білім беретін мектептің математика пәні мұғалімі Жұмабаева Айжамал Данияровна. Жалпы еңбек өтілім 8 жыл. Санатым педагог модератор. Өткізген ашық сабағымның тақырыбы құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру. Сабақтың мақсаты құрамында квадрат таңбасы бар өрнектерді түрлендіруді орындау. Сіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер. Бүгін сабақта кім жоқ? Сендерге флиппити несі арқылы, бағдарламасы арқылы топқа бөліндік. Сіздердің орындарыңызда, парқаларыңызда қарасаңыздар, аттар жазылды. Натурал сандар, рационал сандар, иррационал сандар және бүтін сандары тобы деп, иә? Енді соған байланысты флиппити бағдарламасы арқылы бөлінгеніміз бойынша отырамыз. Бірінші, натурал сандарда Дамир, Ұлжан, Нұрсұлтан. Флиппити бағдарламасы арқылы топқа бөліндік. Осы топ бойынша ауысамыз. Натурал сандар Дамир, Ұлжан, Нұрсұлтан, Асқар, Нұрлы, Батырхан ауысамыз. Екінші бүтін сандар Арайлы, Мадияр, Әділет, Сая, Назерке, Әсем. Рационал Әбіш, Жанел, Мөлдір, Айрасыл, Заңғар, Нұрикамал. Каусар, Найман, Інжу. Сіздерге бүгінгі сабақта тілерім бақыт, денсаулық, шаттық, сәттілік және озат болуды, адамгершілік, дарын, ақылды, ізденімпаз, бай болуды тілеймін. Осы бүгінгі сабақта сәтті өтуіне тілектеспін. Енді дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбірі бар өрнектерді түрлендіру тақырыбын жазамыз. Дәптерімізді ашып, тақырыпты жазамыз. Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру. Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіруді өттік, иә? Осыған байланысты сіздерге есептер шығаруы бүгін. Соған байланысты өткен тақырыпты үй жұмысын құрау мақсатында сіздермен ойын ойнап жіберсек кішкене. Тақтаға қараймыз. Шығып орындауға болады. Квадрат түбірінде шығып орындай басамыз. Шығып басамыз. Келесі. Жылдам. Орындаймыз. Келесі. Жоқ. Орындаймыз. Келесі. Келесі квадрат түбірі 5 Орнан айтпаймыз, барып белгілейміз. Асым айналып. Гарантия. 196. Назерке барам. Жеті. Енді біреу қалды, иә. Секунду. Мен апай. Айлаққа жетем. Асбеске. Тең. Жарайсыздар олар. Енді өткен тақырып бойынша квадраттық түбірден құрамында квадраты бар түбірлерді қысқаша түсіндіретін болсам, мысалға, квадраты бар түбірді квадрат түбірдің астынан шығару. Мысалға, бізге
Сізге берілетін болса, тұбырасты 18 деп алатын болсам, тең болады. Осы өрнекті біз 18-ді 2 көбейткішке жүктеу арқылы шығарамыз, я? Ол қандай? Біреуі түбірден шығатын, біреуі түбірде ішінде қалатын. Ол қандай сандар? 9 бен 2-нің, я? 9 көбейтілген 2. Тең болады. 9-дан түбір неше шығады бізде? 3 шығады. Түбірден ішінде 2 деген сан шығады. Ал түбірден ішіне кіргізу. Мысалға, 4 түбірасты 2 деп алсам. Тең болады. 4-ті біз түбірдің ішіне кіріпті не істейміз бірінші? Квадраттаймыз, дұрыс айтасыңдар. 16 болып кіреді, көбейтілген 2. Тең болады, 16-ны 2-ге көбейтсем, 32-ге тең. Өткен тақырыптарымыз естерінде бар осылай ма? Кез келген мысалға бөлшекпен беретін болса, 3-тен 1 түбірасты 3 деп алсам, тең болады. Біз 3-тен 1-ді квадраттаймыз, бөліммен алымын квадраттаймыз. 3-ті квадраттаса, 9 1-ді квадраттаса, 9-дан 1 болып кіріледі, көбейтілген нешені көбейтеміз? 3-ті көбейтеміз. Тең болады. Не орындалады бұл жерде? Қысқартыру орында, я? Нешеге қысқарады? 3-ке қысқарады. 3-ті 3-ке қысқартсам, 1, 9 3-ке қысқартсам, 3. Біздің түбіріміздің ішінде неше қалды? 3-тен 1-ге тең болды. Түсіндік қой? Және де квадрат, құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді қосу азайту болатын болса, мысалға 4 түбірасты 2, қосылған 5 түбірасты 2, азайтылған 2 түбірасты 2 болатын болса, барлығында да түбірлері бірдей ма? Бірдей, я? Онда біз қосып азайта аламыз. Мысалға 4 түбірасты 2-ге 5 түбірасты 2-ні қосып азайтатын болса, жауабы 7 түбірасты 2-ге тең болады екен. Ал енді оқушылар, әртүрлі болса қалай жасаймыз? Мысалға түбірасты 12, қосылған 3 түбірасты 3, қосылған сабақты түсіндіріп болсақ, түсінгенімізді топтық тапсырма арқылы есептер шығарамыз. Сіздерге беріледі, мұнда ақ қағаз берілген, соған байланысты тапсырманы орындаймыз. Дәл өзі тақырыпқа байланысты. Алдымызда ақ қағаз берілді, соған маркер арқылы орындаймыз. Түбірасты 2-нің алдында бір сан бар, оны 5-ке қосып, және де шыққан санды осы 3-тен азайтамыз. 1 деген сан бар, 1-ге 5-ті қоссаң, 6-дан 3-ті азайтсаң, 3 түбірасты 3 шығады жауабы. Дұрыс, жарайсың әбіш. Иә, 4-тен түбір неше шығады? 2. Түбірасты 2 қалады. Түбірасты 2 қалады, сосын 16-дан. Сіздерге жаңаға берілген топтық тапсырманы қай топ орындап болды? Нұрсұлтан, натурал сандар тобы. Бірінші 3 қатарын оқи қой. Жауабы. Түбірасты 7 қосу 5, түбірасты 7 азайту 3, түбірасты 7 тең. Жауабы? 3 түбірасты 7. Дұрыс. Екіншісі. Тек қана жауабын оқимыз, Нұрсұлтан. 1 түбірасты 2. Бір жазылмайды бізде, я? Солай ғой. Тек қана түбірасты 2 шығады. Үшінші. 10 түбірасты 3. 10 түбірасты 3 отырағы. Рационал сандар тобы. Екіншісін оқимыз. Түбірасты 2. Жоқ. Дұрыс емес. Иррационал тобы бар ма сіздерде екіншісінде? Түбірасты 8 қосылған түбірасты 3. Жауап берсек бола ма? Жауап берем, Айдар. 4-шінің жауабы минус 15 түбірасты 2. Минус 15 түбірасты 2. Дұрыс. Одан кейін. Екіншісінің жауабы бар ма? 7x түбірасты 5 деп басталатын есептің жауабы бар ма? Рационал тобы бар ма? Жоқ, иррационал тобы. Иррационал тобы бар ма? Неше? Көріп айтамыз. 3 түбірасты 15. Отырам. Дұрыс емес, бірақ. Біз жауап берсек Жауап берем. 5-ші сұрақтың жауабы 9x квадрат, түбірасты 5 азайтылған 9 квадрат 5. Түбірасты 5. Болды бәрін. Енді топтық тапсырма бойынша оқушылар тапсырманы орындап болатын болса, енді жеке тапсырмаға біз WordFlow бағдарламасы арқылы есеп шығаратын боламыз. Дәптерге шығарамыз. Бүткіл топ болған кезде қолымызды шапалақтаймыз. Келдік па?
o'zi. Tekshiramiz. Tekshiramiz. Durs emas. Жылдам. Басып кетеміз қайсы. Aha, дұрыс. Келесі. Қайсы жауабы? Қол көтереміз. Бөлшекті қысқартыңдар дейді. Неше шығады? Кел. Неше? 2, 4, 3, 6, 9. Қайсы шығады? Басып қара. Кім? Қайсы? Асқар кел. Белгілейміз. Дұрыс. Бар болса. Кел. Басасын кел. Дұрыс. Кел саян. Дұрыс. Оқушылар бір бұл тапсырмасын орындап болған болсақ, кітабымыздағы 1-96 тапсырманы тақтаға шығып орындаймыз. Бірінші топтан натурал сандардан кім шығады? Нұрсұлтан шығады. Екінші рационал тобынан Әбіш, иррационал тобынан Әміржан, бүтін сандар тобынан Саян шығады. Тапсырманы орындаймыз. Қалғандарымыз дәптерге жазамыз орындалған тапсырманы. Дұрыс отыра. 2 көбейтем 6 бірінші дұрыс. 2 дұрыс, 3 дұрыс отыра. Нұрсұлтан, 3 төбірасы 3 дұрыс. 12 төбірасы 2 дұрыс. Мында дұрыс емес. Мындан төбір неше шығады? 4-тен төбір неше шығады? 4-тен төбір неше шығады? 4-тен төбір неше шығады? 2 нешеге көбейтесің? Неше болады сонда? 8 болады. 8 төбірасында 6 болады. Әбіш, 2 дұрыс. Дұрыс. Аха, жарайсың, дұрыс отырам. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздерге асық, дорда деген рефлексия алып келдім. Кері байланыс. Бұл жерде біз түсіндім, сұрағым бар және түсінбедім деген 3 ұяшық тұр. Әр топтан оқушылар келіп басамыз. Түсінгенімізді сұрағым бар десе сұрағым. Дамет келіп. Жайлап кетеміз. Бірінші топ, натурал сандар тобы. Келіп баса береміз. Басамыз. Болды. Келеміз. Нұрсұлтан. Болды, отыра. Асқар. Басамыз. Келеміз. Рационал тобы. Келіп басамыз. Жылдам. Басып кетеміз. Осыған байланысты сіздермен кері байланыс жүргіземін. Жылдам 1. Басамыз. Отырамыз. Жылдам басып кетеміз. Иррационал тобы. Келеміз. Бүтін сандар тобы. Рахмет көп. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау бағалайын. Жоқ атысты бізде. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ ұнады ма? Жақсы. Онда тұрамыз.
белсене қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.